Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен творожный пирог дайындаймыз. Видео ұнаса, подписация етіп, лайк басып қалдыруларыңызды өтінемін. Алдымен біз ұнға сармайымызды, шекерімізді қосып, жақсылап араластырып илеп аламыз. Қамырымыздың түрі песок болғанша илейміз. Және оған бір жұмыртқа қосып, қамыр қалпына келгенше илеп аламыз. Міне осылай қамыр қалпына келгеннен кейін қамырымызды пакетке салып, холодильникте 30 минутқа қалдырамыз. Енді оның кремін дайындаймыз. Бізге творог және қант и бір жұмыртқа керек. Үшеуін жақсылап араластырамыз. Творогымыз сұйықтау қалыпқа келгенше араластырамыз. Енді қамырымызды қалыпқа салып, яғни форма болмаса, кішірек печканың табасы болса болады. Қамырымызды екіге бөліп алып, формаға осылай бірінші бөлігін орналастырамыз. Жұқалау етіп, қатты қалың болып кетсе де болмайды. Енді екінші бөлікті алып, қамырының жандарын жауып шығамыз. Оны да формаға орналастырамыз. Міне осылай. Дайын болды. Енді ішіне творогымызды құямыз. Бетін қалағандарыңызша сәндесеңіздер болады. Мен шиенің вареньясын қойдым. Ал сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға қарай сәндесеңіздер болады. Енді духовкаға 180 градусқа 1 сағатқа қоямыз. Міне пирогымыз дайын. Бетіне осылай сахарный пудра шашып қойсаңыздар өте дәмді болады. Форманы таза суылғаннан кейін шешіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.